Ілияс Жансүгіров «Құлагер» поэмасы. Ақын сері тағдырын арқау еткен туынды. Поэма басында ақын Гималай мен Алтай тауларына тіл бітіп, ақандай ақиықтың асқарлардай биік ортада құз басында өскені сипаттайды. Ол үшін туған өлке, мақтаныш пен мадаққа лайық қасиетті мекен. Жер жаннаты Көкшетаудың ғажап келбеті ерекше суреттеледі. Көл маңында жарасымен орналасқан бура тастар, асқақтап тұрған оқжетпес тауы, бәрі табиғаттың сәні. Тотығыстай құлпырған орман дөңір, кезінде Абылай ханның ордасы болған жер. Поэманың жүрегі құлагер тұлпар. Ол жай ғана ат емес, ақан серінің жан серігі. Алақан туған топырақтан тыныштық таба алмаған, еркіндікке құмар, өнерпаз, бірақ ел ішінде жындан кеткен деген жалған ат жамылған арта заман. Көкшетауда ән шырқап, махаббат кешіп, құлагердің тақымында ұстаған арқаның мақтаныш еді ол. Бәрін өз еркімен жасап, халықтың сүйіктісіне айналған ақан таза жан, сұлулығы ынтық, өнерге ғашық жан. Алайда ақтоқтымен қосыла алмай, билерден әділетсіздік көріп, ғашықтық азабын тартып, ақылынан адаса бастайды. Сол кезде құлагер оның жалғыз жұбанышы болған еді. Әңгіме осылай басталады. Бұл оқиға 70-80 жыл бұрын арқадағы Еремен деген жерде Керей руынан шыққан Сағынайдың асы кезінде болған. Алыстан арнайы келген ақан мен құлагерді халық көкше серісі деп ерекше құрметпен қарсы алады. Құлагерге көз тиіп, тілден сақтанған ақанды жыр сырттай кемсітеді де, шын жүректен таныған сыншы Күренбай оның қасиетін бірден таниды. Бұрын құлагерді сұратып, ала алмаған батыраш қасты ойлап, енді қарсыға Көктұйғынды баптап әкеледі. Сол асты құлагер мен Көктұйғын жайлы түрлі әңгіме тарайды. Батыраш ақанның намысына тиетін ауыр сөздер айтып, бәсеке тудырады. Егер Көктұйғыннан озып шықса, құлагер сенің болсын деп серт береді. Сөйтіп бәйге басталады. Кішкентайынан ақанның қасында өскен жетім бала, тізгінді тежеп, қамшы салмай, жел жағына шаң тастамай, жүйрігін шауып келеді. 1300 аттың ішінен суырылып шығып, 4 ат озғанда, көкөзекке түсер тұста қастандық орын алып, құлагерді жауыздар мерт қылады. Жан серігін айырылған ақан зарығып, бай-бай құлагерім деп әнге басады. Осылай ақан зарлап жылап жатты, қайтсын ол жыламасқа жанға батты. Түйінді ол күңіретіп құлагерге, айырылды ол аттан жақсы, достан тәтті.